Достар, мені Өзбекстанға реклама шақырды. Өзбекстанға Қоқанға кетіп бара жатырмыз. Завод, Құдай қаласа, цехты көрсететін боламыз. Ал, бисмилля. Ақжол. Мына жақ көмір шығаратын. Яғни біз Өзбекстанда Ангрен қаласында шашликке қолданып жатқан Ангрен көмірлері осы жақта шығады екен. Мына жақтың барлығы таулар. Біз Өзбекстандамыз тұрады. Перевалге 20 минутқа еді. 20 минутта перевалға барамыз, Құдай қаласа. Мынау көмір шығатын жер ау деймін. 95. Өзбекстан мемлекетіндегі Ангрен су сақтау қоймасына келдік, достар, қараңыздар. Таулардың арасында тамаша көл. 1989 жылдан бастап су жинауды бастаған. Мына жағын жапқан, содан кейін мына жақтан таулардан жиналған өзендерден көл пайда болған, достар. Siz hamma joy oppoq. Достар, перевалда өткеннен кейін нанның отанына келдік, нанның. Мына жерде нандарды қараңыздар. О, пәтір нандар. Қаншадан пәтір нандар? 10 мың, 15 мың сом екен. Ал енді Сырдария өзеніне, құрметті достар, біз қазір Вадидамыз. Қоқанға кіріп жатырмыз. Қоқанның алдында осында Сырдариядан өтіп жатырмыз. Бұл Сырдария бізге Қазақстанға кіреді. Қазақстанға кіреді. Аралға құяды. Қолда үшлесімі факция жоқ. Ал енді мына тауар Бишкекке кетіп жатыр екен. Яғни қырғыздар Қырғызстаннан шығып жатыр деген құсап, бірақ Өзбекстаннан шығып жатқаннан барлығының құпиясы дәл осы жерде ашылды. Яғни бұл сырды не үшін ашып жатырмыз? Құрметті қазақстандықтар, сіздер де қымбат жерге жүгірмей, арзан жерден осындай тауарларды алып, сіз де кәсіп жасасаңыздар болады.